Баршыларыңызға қайырлы күн. Меруерт асханасының алтын оқырмандары, сіздермен бірге жылқы етінен қайнатпа сорпа дайындайтын боламыз. Видеом соңына дейін көріп, қызықты маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Сіздерге бір ерекше лайфхакпен бөлісетін боламын. Тек видеом соңына дейін көріп, қолдап, лайк бас, комментарий жазып қалдырыңыздар. Бізге жылқы етімізді 2-3 қайтара жуып алатын боламыз. Салқын суымызға салып, газге қойып, бір қайнатып алатын боламыз. Көбігі шыққаннан кейін сүзгімізбен сүзіп аламыз. Бір қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып, өз бабында қайнауы керек. Сіздерге бір лайфхакпен бөлісейін. Бір дана биязымызды қабығынан аршып, осындай күйдіріп алатын боламыз. Сорпамызға салып, сорпамыз таза, мөлдір болуына көмектеседі. Осы лайфхакпен сіздер де жасаңыздар. Бір дана сәбізіңізді, картоғыңызды осындай түтіндетіп алсаңыздар болады. Сорпаға ешқандай дәм бермейді. Әлсін осылай сапырып тұрыңыздар. Үстіне бетіне шыққан көбігін сүзгімен алып тастап отырыңыздар. Қыс мезгілінде жақсы ішілетін сорпалардың бірі. Биязымызды да алып тастадық. Әлсін осылай сүзгімен сүзіп алып тазалап отырыңыздар. Енді бізге 2-3 картоп, бір сәбіз керек болады. Бір дана биязымызды турап салатын боламыз. Тамағымыз, сорпамыз өзінің бабында, баяу отта пісуі қажет. Ерекше дәмді, витаминге толы сорпамыз қыс мезгілінде жақсы бір ішілетін сорпалардың бірі. Сорпамыз өз бабында әдемі болып қайнап жатыр. Бір дана биязымызды салдық. Енді дәміне қарай тұзын бұрыш салсаңыздар болады. Енді аз-аздан салдым. Тәтті бұрышымызды да салдым. Сорпамызға ерекше дәм береді. Жақсылап тұрып осылай сапырып тұрыңыздар. Менде үйде осындай қатырылған дәмдеуіш бар. Соны салдым бір данасын. Жаз мезгілінде жасаған укроппен қызанақты кептарқыштан өткізіп жасаған дәмдеуішім. Сорпамызға ерекше дәм беру үшін. Сіздер болмаса бір дана қызанақты салсаңыздар да болады. Біздің сорпамыз пісіп қалды. Қазанымызды алып, етімізді турап, тәйіркімізге құйып, жанұямызға, отбасымызға ұсынатын боламыз. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап, отбасыңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Меруерт асханасына тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Күнде менде жаңа рецепттер болады. Меруерт асханасын бақылап, қолдап жүріңіздер. Менің рецептіммен жасаңыздар, міндетті түрде сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді сорпалардың бірі ас болсын.